тариқал жанна дейді пайғамбарымыз айтады. Кімде-кім маған салауат айту тастап қоятын болса дейді, ана қорқынышты. Маған салауат айтуды тастап қоятын болса, хатиа тариқал жанна, жаннаттың жолынан адасып қалды дейді. Кімде-кім салауат тоқтатса, жаннаттың жолынан адасып қалды. Сондықтан жаннатқа апаратын жолдардың бірі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға айтылған салауаттар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисінде айтады, пенде қашан салауат айтып отыра береді дейді, оның жанына періштелер келіп, ол кісіге салауат сәлем айтып тұрады дейді, истиғфар айтып тұрады дейді. Не, ол кісі тоқтатып азайтады дейді, не, қойып қояды дейді. Қашанғы айта береді салауатты, ана періштелер не істей береді дейді, анаған салауат айтып тұрады дейді, жаңа салауат айтқан кісіге истиғфар айтып салауат айтып тұрады дейді. Пенде өзі тоқтатып азайтып қояды дейді, не, мүлдем қойып тастайды дейді. Қашан қойып тастағанға дейін анау періштелер тоқтамайды дейді, ана қарай. Сондай ұлы ғибадат, көрдіңіздер ме? Жер бетінде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жер бетін кезіп жүретін періштелер бар, сендердің салауатыңды маған жеткізетін дейді, сахабаларға айтып жатыр. Сендердің салауаттарың жердің бетін кезіп жүріп маған жеткізетін періштелер бар дейді. Соның барлығына менің Алла рухымды қайтарып жауап берем дейді. Сахабалардың біреу сұрайды, Алланың елшісі қалай жауап бересің, шіріп кетесің ғой дейді, мәйіт болып кетесің бе? Алла пайғамбарлардың денесін жерге шіруге харам еткен дейді, мен жауап берем барлығының сәлеміне дейді. Пәленшенің ұлы түгенше сәлем айтып жатыр, Алланың елшісі деп періштелер алып барады сәлемді. Ва алейкассалам ва рахматуллахи ва баракату, пайғамбар не істейді? Жауап қайтарады. Қандай рахат. Тіпті екі періштені жаратып қойған дейді пайғамбар хадисінде айтады. Кімде-кім маған салауат айтса, бірінші періште дейді, ғафараллаху ләка деп дұға қылып тұрады дейді, бір салауатқа. Саллаллаху алейхи ва саллям, жаңағы періштеге сіздің салауатыңыз жеткізіледі. Сонда ана періште не деп айтады дейді? Алла сені кешірсін деп айтады дейді, салауат айтқандығың үшін.